Нефросклероз. Нефросклерозды тура мағынасы нефр деген бүйрек, склероз дәнекер өсуі. Қай кезде болады? Созылмалы пиелонефрит, жаңағы гломерулонефрит, амилоидоз, бүйректің жаңағы қант диабетінен зақымдануы, диабеттік нефропатия дейді. Және атеросклероз, гипертония ауруларынан кейін туындайды. Нефросклероздың екі формасы ажыратады. Біріншілік нефросклероз және екіншілік формасы. Екіншілік формасы біздің жаңағы айтып өткен бүйректің өзінің патологиялары, созылмалы пиелонефрит, гломерулонефрит, бүйректік және нефропатиялар, диабеттік нефропатиялар. Ал біріншілік бізде қан тамырларының нәтижесінде. Мысалы, артериалды гипертониялық ауру, және атеросклероз. Бұл жағдайда бүйректің түрі қандай болады? Бүйрек бұл кезде көлемі жағынан кішірейеді. Артериалды гипертензия кезінде бізде артериолалар зақымдалады, яғни ұсақ көлемді немесе калибрлы тамырлар, артериялар. Бұл кезде бізде беті ұсақ түйіршікті болады бүйректің. Жаңағы атеросклероз кезінде көлемі жағынан кішірейеді, бірақ атеросклероз бізде ол қан тамырын түгелдей бітеп тастағандықтан ірі тамырларда болады. Сол себепті мына жерде ірі артерия бітелетін болса, бүйрек артериясы, оның формасы пирамидаға немесе үшбұрыш ұқсас осындай некроз ошағы пайда болады. Яғни тыртық бізде үлкен көлемді және үшбұрыш формалы болады. Себебі бізде артерия бүйректің қақпасынан кіріп, капсуласына қарай бағытталады да, осындай үшбұрыш форманы қарай. Сол себепті бұл жерде тыртық осындай болады. Және көлем жағынан кішірейіп тыртықтанады. Ал екіншілік нефросклероз бүйректің көлемі кішкентай, ұсақ түйіршікті болуы мүмкін. Онымен аралас ірі түйіршікті ошақтар болуы мүмкін. Себебі пиелонефрит немесе гломерулонефрит кезінде интерстиция зақымданған кезде ұсақ ошақтар болса, ол бізде некроз ошағы, жаңағы түйіршікті болып көрінеді, ал ірі көлемді алып жатса, ол бізде ірі түйіршікті болып көрінеді. Және қант диабет кезінде де бізде артериолалар зақымданып, қан тамырының ішінде жаңағы депозиттердің шөгуіне байланысты осылай бұзылады. Бұл бізде біріншілік, екіншілік нефросклероз. Бұл неменеге алып келеді? Бұл процесс бізде соңынан уремияға алып келеді. Осы мына барлық процесс бізде уремияға алып келеді. Уремия деген азот қалдық заттарының бізде қанда болуы, яғни бүйрек істемейді. Бүйрек істемегеннен кейін қанда осы заттар қалып кетеді. Бұл заттар бүйрек арқылы несеппен шықпағандықтан, зәрмен шықпағандықтан ол бізде басқа жүйелер арқылы шыға бастайды. Мысалы, тері арқылы, терісінде жаңағы ақ ұнтақ сияқты жабын түрінде көрінеді, және ол қышиды. Шырышты қабаттар арқылы шығады, ауыз қуысы, асқазан ішек жолдары. Мысалы, асқазанның шырышты қабатынан шығып жатса, бізде уремиялық гастрит дамиды. Тоқ ішектен колит болады уремиялық, аш ішектен, жіңішке ішектен бізде энтерит уремиялық түрі дамиды. Және сероздық қабақтар арқылы шығады, және сілекей бездер арқылы шыға бастайды. Получается, сероздық қабақтар арқылы шыққан кезде, мысалы, перикардит болады уремиялық, және ол кезде фибринозды қабыну болады да, ол жерде фибрин шөгіндісі бізде түк сияқты көрінеді, сол себепті оны түкті жүрек деп атайды басқаша. Және фибринозды плеврит немесе уремиялық плеврит деген сияқты жаңа капсулалар сыртындағы серозды қабықтардың қабынуымен көрінеді. Бұл бізде уремия өлімге алып келеді, егер науқасты гемодиализге жіберіп, немесе бүйректің трансплантациясын жүзеге асырмаса. Осы барлық процесс бізде бүйректің созылмалы патологияларының нәтижесінде дамитын процесс. Яғни созылмалы процесс всегда склерозбен жүреді деген нәрсені есте сақтап алыңыздар.